Ертеде бір құрмысқа өз елеуінде тобынан бөлініп, сол маңдағы ара қолына секілді жәндіктермен дос болғысы келді. Мен сендерден шаршадым, әбден жалықтым. Енді өзіме басқа достар іздеймін. Сендерден кетемін. Ой, бұның не сен? Бұл қалай болған? Сау болыңдар. Тоқта! Достар, мен өз елеуімде ішім пысты. Сендер қандай көңілдісіңдер? Сендермен дос болайыншы. Жарайды, дос болайық бәріміз. Бір күні азығын іздеп шыққан құрмысқа жол үстінде бір үлкен дән тауып алыпты. Әрі әурелеп, бері әурелеп, дәнді орнынан қозғалта алмай достарынан көмек сұрапты. Достарым, мен бір үлкен дән тауып алып едім. Жалғыз өзім көтере алмай тұрмын. Маған көмектесесіңдер ме? Көрмей тұрсың ба? Біз де шаруа жасап жатырмыз. Біздің де қолымыз тимейді. Бізге кедергі келтірме. Жарайды. Ендеше көбелек достарымнан көмек сұрайын. Достарым, мен бір үлкен дән тауып алып едім. Өзім әрі-бері қолға көтере алмадым. Сендердің көмектерің керек болып тұр. Жұмысымыз өте көп. Сен үшін шаруамызды тастап кете алмаймыз ғой. Ой, енді не істесем екен? Сендер де қызық екенсіңдер. Бір қол үшін берсеңдер болмай ма? Достарым, мен бір үлкен дән тауып алып едім. Өз сондай ауыр, әрі-бері қолым көтере алмадым. Сендердің көмектерің керек болып тұр. Жоқ, өзімізде үлгермей жатырмыз. Қолымыз тимейді. Уақытымыз жоқ, бізді мазалама. Ой, өздерің қандайсыңдар? Дос боламыз, бірге жүреміз дегендерің қайда? Менің басыма іс түсіп, сендерге көмекке келіп тұрмын ғой. Сендерді түсіне алмадым. Достарынан көтерілген құрмысқа жолда өзінің елеулес құрмысқаларымен кездесіп қалады. Не істеп жүрсің? Не сонша мұңайып тұрсың? Көңіл күйің жоқ қой. Ой, басым әбден қатып кетті. Ешкім маған көмектескісі келмейді. Не болғанын айтсаңшы? Мен бір
үлкен дәм тауып алып едім. Өзі сондай ауыр. Әрі қозғап, бері қозғап, көтере алмадым. Достым, сен мұңайма.